Бәріңе сәлеметсіздер, сіздермен қазақша шахмат каналы. Сіздердің барлығыңыз шахмат ойынын білесіздер. Бірақ та шахмат неге танымал екенін аз адам ғана біледі. Бүгін біз осы сұраққа нақты және түсінікті жауап беретін боламыз. Және де шахматтың алдындағы ойындарды айтатын боламыз. Менің видеоларымды қарап кетсеңіздер болады. Шахмат тарихы бірінші бөлім шортста, және шахмат тарихы екінші бөлім ұзын видеода қарап кетіңіздер. Сонда сіздер одан да қатты түсінесіздер. Бұрында бізде Үндістанда чатуранга деген ойын шықты. Ол Еуропа елдеріне ұнаған жоқ, және қатты танымал болған жоқ. Нәтижесінде ол Үндістанда ғана танымал болды. Қалған елдерге танымал болмай жүрді. Және ол ойынды 4 адам ойнайтын. Оны кубиктарды лақтырып ойнайтын. Олар чатуранга кейін Азия елдеріне жете бастады. Азия елдерінен өтіп Иранға келеді. Бірақ та ол Иранды арабтар басып алған кезде арабтар оны чатуранж деп атап, оның 4 адам ойнайтын ойынын 2 адам ойнайтын ойынға айналдырды. Осылайша чатуранж арабтарға танымал бола бастады. Және де ойыны тез аяқтау оңай болды. Соның арқасында чатуранж танымалдылық жинай бастады. Бірақ та Еуропаға әлі қатты танымал болған жоқ. Сосын Еуропаға келіп жете бастап танымал бола бастады жайменен. Одан кейін Еуропаға жеткен соң ол чатуранждың ережелері ауысып шахматқа айналды. Уәзір күшейді. Және де фигуралардың пішіндері ауысты. Ауыс түйіс және тағы басқа ережелер пайда болды. Осының арқасында шахмат танымалдылыққа жақындап түсті. Осылайша біздің қазіргі күнге дейін ойнап жүрген шахмат ойындарымыз пайда болды. Енді сіздер шахмат қалай пайда болғанын білесіздер. Және де шахмат тарихын көріп кетіңіздер. Осылайша шахмат танымал болды. Ол ережесі ауысқаннан кейін өте танымалдылық жинады. Және де өте көп адам оны Еуропада ойнай бастады. Ол жер бетіне таралды әлемге. Осындай Үндістаннан шыққан танымал емес чатуранга ойынынан шахмат сияқты бүкіл әлем білетін ойын пайда болды. Барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.